Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге балалшықтың дәмін еске алдыратын коржикті дайындап көрсететін боламын. Дәл баяғыда асханада сататындай дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте ісіп әдемі болып шыққан және де жұмсақ болып піседі қыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы айранды аламыз. Айран міндетті түрде магазиндік емес, үйдің қолдың айраны болу керек. Үстіне жұмыртқаны саламыз және де өлшеп сұйық май құятын боламыз. Сұйық май деген растительный масло, көбінесе сұйық май десем, маған көбінесе ол сұйық май деген не деп сұрап жатады қыздар. Барлық заттың мөлшерін описанияға қалдырамын, сондықтан да қарап шығыңыздар. Осы үш затты бір-бірімен біріккенше кішкене венчикпен араластырып аламыз. Вилкамен араластырсаңыздар да болады, ол маңызды емес. Кейіннен үстіне үйде ванилин болса ванилин немесе ванильный сахар және де сода, разрыхлитель қосатын боламыз. Бұны да жақсылап араластырып жүреміз және де бұлар өзара газ етіліп, көтеріліп, ісіп шығатын болады. Енді үстіне шекерді салатын боламыз. Шекерді салған кезде жақсылап араластырамыз. Шекер ерігеу керек, барынша қыздар ертуге тырысыңыздар. Қатты-қатты араластырсаңыздар немесе майда шекер қолдансаңыздар өте тез еріп кететін болады қыздар. 5-10 минут өзін қойып қоямыз. Қойғаннан кейін осындай өзі ерекше масса шығады қыздар. Көріп тұрғандарыңыздай басқаша шекері еріген. Кейіннен осы уақытта ұнды міндетті түрде електен өткізіп бөлек дайындап аласыздар. 1 килодай ұн кетеді, одан да көп кетуі мүмкін қыздар. Ұнды 3 бөлікке бөліп саламыз. Қамыр өте жұмсақ болып шығу керек. Қамыр жұмсақ деп үстіне қайта-қайта ұн қоса берудің қажеті жоқ. Көріп тұрғандарыңыздай қолға сәл-сәл жабысатын болса да, бірақ жұмсақ болып шығу керек. Мына видеода көріп тұрғандарыңыздай өзімен өзі тұрып жайылып жатқан қамыр. Бұл жерде өте көп коржик шықты қыздар. Менде сіздер осының дәл осы мен айтқан рецепттің жартысын жасасаңыздар да болады қыздар. Екінші қамырды бөлек алып қойып, бірінші қамырды өзімізге қажетті сантиметрге дейін жайып алсақтар болады қыздар. Міндетті түрде жерге емес, осындай арнайы коврикке немесе мен сияқты жабыспайтын пергамент қағазына жайыңыздар. Өйткені қамыр өте жабысқақ болып, жерге жабысып қалып, кішкене сіздерге ыңғайсыздық тудыруы мүмкін қыздар. Әдемілеп ешқандай ұн сеппей жайып аламыз. Қамыр өте жұмсақ болғандықтан әдемі жайылады. Кейін өзіңізде арнайы осындай қалыппен кесіп шықсаңыздар болады. Егер де қалыптарыңыз жоқ болса, пиаламен ба кәдімгі дөңгелек нәрсемен кесе берсеңіздер болады қыздар. Барлығын біркелкі етіп осылай кесіп аламыз. Мен видеода жақсылап қалыңдығын көрсеттім қыздар. 5 мм-де, яғни жарты сантиметрде болса болғаны. Бұл өзі видеода көргендеріңіздей әдем болып ісіп шығады. Бірден табаға салып алып, пергамент қағаз жайылған жұмыртқаның сарысын жағып, бетіне әдемі узор салып шықтым қыздар. Егер де узор салмасаңыздар да болады, вилкамен осылай істеп шықтым. Қызып тұрған печкада 180 градуста 20-25 минутта дайын болады қыздар. Өте дәмді болып шығады. Егер де менің арнама жазылмаған, тіркелмеген қонақ болсаңыз, міндетті түрде жазылып алыңыздар. Мен күнделікті осындай әдемі рецептерді, қолжетімді заттардан жасалатын рецептерді шығарып отыратын боламын. Міндетті түрде каналыма жазылып алыңыздар. Ас болсын.